және бұлар кісілердің сим карталары арқылы информация іздедім, яғни қай жерде өшкен, қай жерде қосылған деген сияқты. Ол нәрсені қалай іздедім дейтін болсаңыздар, қазір жалпы біздің сим картамыз, телефонымыз живой GPS система, яғни әр адам номері арқылы провайдерлер қандай сим карта қолдансаңыз, қай жерде жүргендеріңізді любой время біліп шығарып алады, хронология. Менде жалпы күдікті, бұл отбасым жоғалуына күдікті болып тұрған кісі, мына жаңағы Сарсемалиев Сұлтан деген кісі мен үшін біртүрлі күдікті болып тұр. Мына кісілердің жоғалуына осы кісі біртүрлі андай, осы кісі барлығын жасағандай болып көрініп тұр. Енді себебі неге десеңіздер, мен себебін түсіндірейін сіздерге. Мен хронология жасадым өзімше мына жерде. Енді қараңыздар, міне шатасып кетпес үшін өзім осылай хронология жасадым. Мына Сарсемалиев Сұлтан деген кісі жаңағы Наурыздың басынан жездесі болады ма, енді короче күйеу балалары ғой сол үйдің. Бұл кісі сағат 18:20-да Атырау қаласында жаңағы Жангелдин деген ауыл бар ғой, Қызылқоға район, Қызылқоға деп айтады ғой, сол Жангелді районынан Наурыздың үйіне барады. Содан соң қараңыздар, сағат 18:20-да шығады, 23:45-те уже сол Жангелдиннің районының Наурыздың үйінде болады уже. 05.11.2025 жылы күні барлығы бірге, мына күні барлығы бірге Жангелдин ауылынан Атырау қаласына шығады, қалаға барады. Қалаға барғанда сағат 17:37-те шығады сол күні. Сосын жаңа Атырау қаласына барады. Атырау қаласына барлығы бірге барған кезде 14:03-те Атырау қаласында шағын ауданы Геолог бар ғой, шағын аудан микрорайон. Сояқта улица 3, строение 21А-1 болады, барлығы сол үйде болады. Содан кейін 14.11.2025 жылдың жаңа, яғни 11-ші айының 14-іне кейін барлығы сол үйде болады. Және 14.11.2025 жылы күні және бір қызық айтып кетейін. Мына жаңа Сарсемалиев Сұлтан бар ғой, сол Сарсемалиев Сұлтан, короче 9-11 айдың 2025 жылы жаңа Утешкалиева Нәсіп бар ғой, яғни жаңа Наурыздың мамасы,